Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 19-шы сабақ. Сабағымыздың тақырыбы дауыссыз дыбыстардың түрлері. Бірінші жаттығу кестеге қара. Дауыссыз дыбыстар. Үнді дауыссыздар. Л, М, Н, Ң, Р, қысқа И және У. Яң дауыссыздар. Б, В, Г, Ғ, Д, Ж, З. Ал қатаң дауыссыздар К, Қ, П, С, Т, Ф, Х, Х, Ц, Ч, Ш, Ш. Ал төмендегі тапсырмаларды орындайық. Дауыссыз дыбыстар неше түрге бөлінеді? 3 түрге бөлінеді. Үнді дауыссыздар, ұяң дауыссыздар және қатаң дауыссыздар. Үнді дауыссыздарды ата, олардың айтылуын байқа. Үнді дауыссыздар Л, М, Н, Ң, Р, И, қысқа И, У. Бұл жерде үнді дауыссыздар. Келесі ұяң дауыссыздарды ата, олардың айтылуына назар аудар. Мен оқып берейін. Ұяң дауыссыздар бұл жерде Б, В, Г, Ғ, Д, Ж, З. Бұлар ұяң дауыссыздар. Қатаң дауыссыздарды ата, олардың айтылуын ұяң және үнді дауыссыздармен салыстыр. Қатаң дауыссыздар К, Қ, П, С, Т, Ф, Х, Х, Ц, Ч, Ш, Ч. Балалар түсінікті болу үшін тағы да қайталайық. Қатаң дауыссыздар. Бұл жерде қатаң дауыссыз дыбыстар айтылғанда дауыс шымылдығы қатыспайды. Тек қана ауамен сөйлеу мүшелерінің кедергісінен шыққан шу естіледі. Мысал, П, Ф, К, Қ, Т, С деген сияқты. Айтқанда қаттырақ өткірлеу естіледі. Мысалы, тас, қап, пышақ қаттырақ естіледі. Бұл қатаң дауыссыздар. Ал ұяң дауыссыздар. Бұлда дауыс шымылдығы дірілдеп, дауыспен шудың қосындысы шығады. Мысалы, Б, В, Г, Ғ. Айтқанда жұмсағырақ, жылырақ естіледі. Мысалы, бала, жол, дән. Үшінші бізде үнді дауыссыздарды айтқанда дауыс қатаң шығады. Шу өте аз болады. Көбіне мұрын немесе тілдің дірінен пайда болады. Мысалы, М, Н, Ң. Айтқанда анық, жұмсақ, әуезді естіледі. Мысалы, нан, мал, үй. Енді салыстыратын болсақ, қатаң тек шу, дауыс қатыспайды. Мысалы, тас, қап. Ал ұяңда дауыс пен шу қосылады. Бала, жол. Ал үнді дауыссыздарда негізінен дауыс шу аз болады. Нан, мал. Балалар түсінікті болды ма? Келесі тапсырманы орындайық. Екінші жаттығу. Мәнерлеп оқы, өлең не туралы? Ең алдымен сөз етем. Бірінші ата өз әкем. Екіншісі атамыз. Үшіншісі арғы ата. Төртіншісі бабамыз. Бесіншісі төп ата. Қалай тыныш жатамыз. Маған да ата бер бата. Алтыншысы тек ата. Жетіншісі ұлы ата. Өлең авторы Өтепберген Ақыпбекұлы. Жеті атаңды үлкендерден сұрап біліп алыңдар. Екінші тапсырмамыз қарамен жазылған сөздерді жатқа жаз. Дауыссыз дыбыс түрлеріне ажырат. Қарамен жазылған сөздер әке, ата, арғы ата, баба, төп ата, тек ата және ұлы ата. Әке сөзіне К қатаң, ата сөзіндегі Т қатаң, арғы ата Р үнді, Ғ ұяң, Т қатаң, баба Б ұяң, төп ата Т қатаң, П
қатаң. Тек ата, т қатаң, к қатаң. Ұлы ата, л үнді, т қатаң. Қатаң дыбыстар к, т, п. Яң дыбыстар б, ғ. Үнді дыбыстар р және л. Үшінші жаттығу: суретке қара, осы сурет бойынша не айтасың? Суретте отбасының шежіре ағашы бейнеленген. Ағаштың тамыры мен діңінде үлкендер, яғни атам, әжем, әкем, анам жазылған. Ал бұтақтарында ағам, әпкем, інім, сіңілім деген балалардың аттары көрсетілген. Бұл суреттен біз отбасы мүшелерін бір-бірімен байланыстыра аламыз. Әркімнің өз әкесі, анасы болады. Ал әке-шешенің әке-шешесі, атасы мен әжесі. Балалар болса ағайын бауырлар, яғни бұл сурет отбасының бірлігін, үлкеннен кішіге жалғасатын ұрпақ сабақтастығын көрсетеді. Суретке сүйеніп өз отбасыңның шежіре ағашын жаса. Міне өз отбасымның шежіре ағашы. Атам, әжем, әкем, анам, бұтақтары ағам, әпкем, мен және інім. Балалар, сендер де дәл осылай жасасаңдар болады. Төртінші жаттығу: жаңылтпашты жатқа айтып көркем жаз. Мына балалар неменелерің еді? Немерелерің бе, шөберелерің бе, неменелерің бе? Немере, шөбере сөздеріне дыбыстық талдау жаса.